Бүгінгі подкаст апалы-сіңілі Кристина, Ангелина және Мария Хачатуряндардың оқиғасы туралы болмақ. 2018 жылдың 27 шілдесінде Мәскеудегі қарапайым пәтерлердің бірінде 3 қыз өз әкелері Михаил Хачатурянды өлтірді. Қылмыстан кейін қыздар оқиға орнынан қашқан жоқ. Олар полиция мен жедел жәрдем шақырған. 3 қыз бірден тергеу изоляторына жабылды. Бұл хабар Ресейді ғана емес, бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Біреулер не деген жауыз қыздар өздерін асырап отырған туған әкесін өлтіргенін естісе, екіншілері бұған бір себеп болған шығар десті. Небәрі 16, 17, 18 жастағы апалы-сіңілі бұл қыздарды мұндай ауыр қылмысқа не итермеледі? Оның себебін түсінуге тырысу үшін ең алдымен Хачатуряндар отбасы туралы айтып берейін. Бұл оқиға қыздардың анасы Аурелия Дундук пен Михаил Хачатурянның кездесуінен басталған. Аурелияның отбасы Молдавиядан Мәскеуге жақсы өмір іздеп келген қарапайым еңбекші адамдар болған. Сонымен 1990 жыл Мәскеу Аурелия автобус аялдамасында анасымен бірге автобус күтіп тұр. Бір кезде қастарына машинамен Михаил келіп, үйлеріне жеткізіп салуға ұсыныс тастайды. Басында олар бас тартады. Сосын қатты шаршап тұрғандықтан анасы мен қызы келісіп машинаға отырады. Ол кезде Аурелияның жасы 17-де, ал Михаил 35-те болатын. Михаил Хачатурян оларға өте мәдениетті, қамқор адам болып көрінді. Ол өзінің жай адам емес екендігін, Мәскеуде бұрыннан тұратындығын, қиындық туса кез келген мәселені шешіп бере алатынын айтып, екеуін үйлеріне жеткізіп салады. Михаилдың көзі Аурелияға бірден түсті. Михаил Аурелия мен оның анасы Ларисаның сеніміне кіру үшін ақшасын аямаған. Қымбат сыйлықтар жасап, мейрамханаларға апарып, өзін өте ауқатты әрі ықпалды адам ретінде танытқан. Аурелия Мәскеуге жаңа келген 17 жастағы жас қыз болғандықтан, Михаилдың сені ешкімнің ренжітпеуіне жол бермеймін, тірегің боламын, барлық мәселеңді шешемін деп айтқан уәделері оған өте тартымды көрінді. Михаил өзін өте діндар адам ретінде көрсеткен, шіркеуге барып, қайырымдылықпен айналысатынын айтып, Аурелияның анасына өзінің таза ниетті адам екенін дәлелдеген. Сөйтіп, қысқа уақыт ішінде Аурелияның басын айландырып, тезірек үйленуге асыққан. Бастапқы кезде Аурелия кездесуге анасымен бірге барып жүреді. Кейін Михаилмен өзі жеке кездесе бастайды. Көп ұзамай Аурелияның аяғы ауыр болады. Михаил Аурелияның анасының қолын сұрап, батасын алады. Аурелия мен Михаил ресми түрде некеге тұрмайды. Михаил өзін өте діндар адам ретінде көрсеткендіктен, ол Аурелияға ЗАГС бөліміндегі тіркеуден гөрі шіркеудегі рәсім маңыздырақ деп түсіндірген. Үйлену тойына Михаилдың туыстары мен Аурелияның анасы қатысады. Сонымен жас отбасы Михаилдың бір бөлмелі пәтеріне келеді. Олармен бірге пәтерде Михаилдың анасы мен қарындасы тұрады. Үйге келгеннен бастап Михаил мүлде басқа адамға айналады. Сөйтіп Аурелияның өмірі біртіндеп тозаққа айнала бастайды. Михаил жүкті әйелін аяусыз сабап, сен енді менікісің, менің рұқсатымсыз ештеңе істемейсің, ешкіммен араласпайсың, отыр десем отырасың, тұр десем тұрасың дейді. Аурелия тіпті алғашқы 5 жыл ішінде мүлде далаға шықпайды. Енесі мен қайынсіңлісі Михаилдың сөзін сөйлеп, керісінше отқа май тамызып,
Аурелияға қарсы Михаилді айтақтап отыратын болған. Аурелия өз шекарасын қорғай алмай, қасқырлардың ортасына түскен қозының күйінде болады. Оны тек күйеуі ғана емес, күйеуінің бүкіл әулеті қорлай бастайды. Михаил жүкті әйелінің ішінен теуіп, тіпті жүріп келе жатқан көліктен итере салған кездері де болған. Аурелия Молдавиядан келгендіктен Мәскеуде ресми түрде тіркелмеген болады. Сол себепті Михаил Хачатурян саналы түрде Аурелияны ресми әйелі ретінде тіркемеген. Олар тұрған пәтер Михаилдың анасының атына жазылған болатын. Бұл оның манипуляциясының бір бөлігі еді. Михаил Аурелияға үнемі сен маған ешкім емессің. Керек болса, балаңды алып үйден қуып жіберемін. Ашуыма тисең, Молдавияңа депортация жасата саламын деп үнемі қорқытып отырған. Қызының отбасындағы сұмдықтар туралы біртіндеп ести бастаған Аурелияның анасы Лариса Дундук қатты өкінген. Михаил енесі, яғни Ларисаны да қорқытып ұстаған. Михаил тіпті Ларисаға қыздарымен араласуға тыйым салған. Аурелия мен оның анасы, егер біз Михаилға қарсы шықсақ, бізді құртады, немесе туыстарымызға зиян тигізеді деп қорыққан. Аурелияның тұңғыш және жалғыз ұлы Сергей осы таршылық жағдайда дүниеге келген. Жас келіншектің жағдайы ұлы дүниеге келген соң тіпті қиындай түсті. Сергейдің балалық шағы үнемі қорқыныш пен қатал тәртіпте өткен. Ол отбасындағы тұңғыш бала ретінде әкесінің алғашқы тәрбие әдістерін өз басынан өткерген. Сергейдің кішкентай кезінен әкесі оны нағыз еркек етіп өсіремін деген желеумен өте қатаң ұстаған. Кез келген тіпті кішкентай қателігі үшін оны аяусыз ұрып соғатын. Бала үнемі әкесінің көңіл күйіне қарап, жалтақтап өсті. Михаил Сергейді тіпті тамақ ішкені, немесе дұрыс отырмағаны үшін де аяусыз жазалай беретін. Михаил Хачатурян ақша тауып, жағдайы түзеле бастаған соң, 90-шы жылдардың соңы, 2000-шы жылдардың басында Алтуфьев тас жолының бойында орналасқан үлкенірек 3 бөлмелі пәтерге көшеді. Кейіннен болған қанды оқиға дәл осы пәтерде жүзеге асқан. Михаилдың анасы мен қарындасы олардан бөлек кетті. Сол пәтерде бірінен соң бірі Михаил мен Аурелияның қыздары дүниеге келеді. 1998 жылы Кристина, 1999 жылы Ангелина, 2001 жылы Мария туады. Михаилдың туыстары кеткен соң үйде бөгде көз қалмады. Ол пәтерді нағыз жеке түрмеге айналдырды. Сырттай қарағанда бұл отбасы орташа дәулетті көрінген. Үйде қымбат жиһаздар, тұрмыстық техникалардың барлығы болды. Бірақ бұл пәтер Михаил Хачатурянның отбасы мүшелері үшін нағыз алтын тор болды. Ол үйдің өз заңдары болды. Пәтердің есігі әрдайым құлыптаулы тұруы қажет. Тіпті қыздарға терезеден қарауға да тыйым салынған. Михаилдың үйдегі негізгі орны залдағы кресло болды. Ол сол жерде теледидар көріп отыруы мүмкін, немесе компьютермен жұмыс істеп отыруы мүмкін. 3 қыз бір бөлмеде тұрды. Оларға әкесінің рұқсатынсыз бөлмеден шығуға, тамақ ішуге, тіпті жуынуға болмайтын. Аурелия мен қыздары уақытының көп бөлігін ас үйде Михаилге тамақ дайындаумен өткізетін. Егер тамақ оған мамай қалса, немесе кешігіп дайын болса, ол үйде үлкен жанжал шығарып бәрін сабайтын. Михаил Сергейдің көзінше әдейі Аурелияны қорлап, ұлының сағын сындыруға тырысқан. Ол бала болса да қарындастары туылғанда оларға қамқоршы болуға, әкесінің ашуын өзіне алуға тырысып баққан. Есейе келе Сергей әкесінің анасы мен қарындастарына қол көтергеніне қарап шыдай алмай,
араларына түсе бастады. Бұл Михаил Хачатурянның отбасында құрған абсолютті билігіне кедергі келтіре бастағандықтан, бір күні кезекті жанжалдан кейін Михаил оны жалаң аяқ, ешқандай құжатсыз және ақшасыз далаға қуып жібереді. Содан кейін ол ұлына үйге жолауға тыйым салып, оны сатқын деп жариялады. Сергей әртүрлі жерлерде қаңғырып өмір сүрді. Кей күндері Михаил ұйықтап қалғанда анасы Сергейді үйіне тығып кіргізіп, диванның астында көрпе қойылатын қорапшасында түнетіп жүреді. Сондай күндердің бірінде Михаил әдеттегіден ерте тұрып, Сергейді көріп қойып, енді оны үйге кіргізбейтіндей етіп, барлығын аяусыз сабайды. Осы сұмдық қайталанса, барлығын орманға апарып атып тастайтынын айтады. Михаил Хачатурян әйелдер патшалығының абсолютті билеушісі еді. Қыздары мен анасын үнемі ұрып соғып, қарумен шошытып, қорлауын ешқашан тоқтатқан жоқ. Қатты қорықса да Аурелия бір емес бірнеше рет полицияға арыз жазып көмек сұрайды. Бірақ полиция қызметкерлері үйге келгенде Михаил олардың алдында әйелін ақыл-есі дұрыс емес, бұзылған әйел деп көрсетуге тырысып, бұл жай отбасылық ұрыс-керіс, ондай әр үйде болады деп сендірген. Ал полиция қызметкерлері болса Михаилмен дос сияқты сөйлесіп, істі жауып тастайтын болған. Михаил Аурелияның бетіне қарап, күліп тұрып, оның жазған арызын жыртып, енді қайталасаң, балаларды тартып аламын, ұлыңды өлтіремін, өзіңді жалғыз үйден қуып шығамын деп қорқытқан. Полиция әрекетсіздігінен кейін Аурелияның сағы сынып, өзінің шарасыз екендігіне көзі жетеді. Кезекте бір ауыр жанжалдан кейін Михаил Аурелияны тапаншамен қорқытып, үйден ешқандай құжатсыз, киімсіз қуып жібереді. Аурелия тағы да полицияға барған. Бірақ Михаил оны, егер қайтып келсең, немесе полицияға арыз жазсаң, балаларды өлтіремін деп бопсалаған. Үйдің кілтін ауыстырып, қыздарына аналармен сөйлесуге тыйым салады. Үйінде осындай сұмдық тірліктерді істеп жүрген Михаил Хачатурян сырт көзге мүлде басқа адам болып көрінуге тырысатын. Оның өмірінде екіжүзділік өте айқын байқалды. Үйде қатыгез тиран, ал сыртта сыйлы азамат. Хачатурян айналасындағыларға, көршілерге, таныстарына, шіркеу қызметкерлеріне өзін өте діндар адам ретінде танытты. Әр жексенбіде шіркеуге барып, діни мерекелерді атап өтетін және дін қызметкерлерімен жақын араласатын. Үйінде көптеген иконалар болды. Бұл оның таза және иманды екенін көрсету үшін қолданған маскасы еді. Көпшіліктің көзінше ол қыздарына қымбат киімдер алып беріп, оларды жақсы көретіндей кейіп танытатын. Көршілер оны қатал, бірақ тәртіпті жақсы көретін әке деп ойлайтын. Ол өзін заң саласында, полицияда және қылмыс әлемінде үлкен байланыстары бар, сөзі өтімді адам ретінде көрсетті. Бұл оған айналасындағыларды, туыстарын, көршілерін сескендіріп ұстауға көмектесті. Михаил Хачатурянның нақты қайда жұмыс істейтіні көп уақыт бойы жұмбақ болып келді. Оның ресми жұмысы болмаса да, ақшасы жеткілікті еді. Тергеу мәліметтері бойынша ол ресми емес кәсіптермен айналысқан. Көршілер үнемі аулада оның машинасына біреулер келіп отырып, біраз уақыттан кейін шығып жататынын көріп жүретін. Кей деректер бойынша Михаил есірткі, қару сатумен айналысқан. Бір қызығы, оның мүгедектік бойынша зейнетақысы болған. Михаил тек үйде емес, көшеде де агрессивті мінезін көрсетіп отырған. Көлік жүргізушілеріне немесе жол полициясына қару кезеп, қоқан-лоққы жасаған кездері болған. Пәтер иелерінің жиналысында немесе аулада біреу оған ұнамай қалса, бірден айғайлап,
өзінің көптеген байланыстары туралы айтып елді қорқытатын. Аурелия бірнеше жыл бойы қыздарымен жасырын сөйлесуге тырысқан, бірақ Михаил үйде орнатқан камералар мен қыздардың телефондарын тексеру арқылы бұл байланыстарды үзіп отырады. Михаил өзінің анасымен және қарындасымен де ара-тұра ұрсысып, олардың үйге келуін сирете бастайды. Осылайша пәтерде Михаил және оның 3 қызы Кристина, Ангелина және Мария қалады. 2015-2018 жылдар арасында қайғылы оқиғаға дейін қыздар 3 жыл бойы өміріндегі ең қорқынышты, тозаққа айналған уақытты бастан кешірген. Қыздар сыртқы әлемнен толықтай оқшауланды. Михаил қыздарына сабаққа баруға жиі тыйым салатын. Олар айлап мектепке бармай қалатын кездері болды. Үйдің әр бөлмесінде, ас үйде де, дәліздерде де камералар тұрды. Сыртта жүрсе де, әкелері телефон арқылы қыздарының не істеп жатқанын, не жеп отырғанын бақылап отырды. Қыздарға достарымен кездесуге, туыстарымен сөйлесуге, тіпті терезеден қарауға тыйым салынды. Михаил қыздарына өзінің күңдері ретінде қарады. Ол қыздарды арнайы қоңыраумен шақыратын. Кім кешігіп келсе, немесе оның көңілінен шықпаса, соны соғатын. Қыздар оның аяғын жууға, тамағын дайындап алдына қоюға міндетті болды. Михаил қыздардың санасына: сендер ешкімге керек емессіңдер, сендер ешкім емессіңдер, жезөкше аналарың сендерді тастап кетті. Ол қазір басқа адаммен бақытты өмір сүріп жатыр. Егер біреуге шағымдансаңдар, мен сендерді де, шешелеріңді де өлтіремін деп қорқытып отырған. Үйде 3 қызды әкелерінен қорғайтын ешкім болған жоқ. Оларда тек бір-бірі ғана бар еді. Бұл оқиғада ең сорақы, ең ауыр тақырып әкесі қыздарға жүйелі түрде тек психологиялық емес, сонымен қатар жыныстық зорлық-зомбылық көрсеткені. Ресми сараптамалар көрсеткендей, Михаил қыздарының қорғансыздығын пайдаланып, оларға жыныстық сипаттағы әрекеттер жасауды бастаған. Кіші қызы Мария ол оқиға кезінде кәмелетке толмаған еді. Сол себепті оған қатысты жасалған қылмыстар кейіннен ең ауыр деп танылды. Михаил бұл әрекеттерін тәрбие немесе отбасылық құпия ретінде көрсетуге тырысып, егер біреуге айтсаңдар өлтіремін деп қорқытып отырған. Сотта бұл фактілерді дәлелдеу үшін көптеген жұмыстар жүргізілді. Медициналық сараптама кезінде қыздардың денесіндегі ескі жарақаттар мен психологиялық жағдайлары тексерілді. Психологиялық психиатриялық сараптама мамандары қыздарда созылмалы травмадан кейінгі стресстік бұзылыс бар екенін анықтады. Бұл олардың ұзақ уақыт бойы ауыр зорлық-зомбылық жағдайында өмір сүргенін тікелей дәлелдеді. Қыздардың телефондарынан Михаилдің оларды қорлап, былапыт сөйлеп, жыныстық сипаттағы қоқан-лоққы жасаған сәттер жазылған файлдар көптеп табылды. Сонымен қыздардың әкелерін өлтірген күнге оралайық. Сол күні Михаил Хачатурян емханадан жүйкесі жұқарып оралған. Ол қыздарды кезекпен бөлмесіне шақырып, пәтердің дұрыс жиналмағаны, тамақтың уақытында дайын болмаған үшін ұрыса бастайды. Қыздардың бетіне бұрыш балоны шашып, балағаттап, ұрып соққан. Осыдан кейін ол қонақ бөлмесіндегі креслоға отырып, қазір мен ұйықтап алайын, оянған соң мен сендерге көрсетемін, өлтіремін сендерді деген. Кристина, Ангелина және Мария әкелер ұйықтап жатқан кезде ас үйде жиналып сөйлеседі. Олар әкесінің оянса жазаның бұдан да ауыр болатынын, мүмкін өліммен аяқталатынын түсінген. Михаил Хачатурян салмағы 120 килограммнан жоғары еңселі адам еді. Сондықтан үшеуі
бір мезгілде әрекет етеміз деп келіседі. Кешкі сағат 7-лердің шамасында қыздар әкесі ұйықтап жатқан бөлмеге кіреді. Ортаншы қызы Ангелинаның қолында аңшы пышағы болды. Сараптама бойынша негізгі өлімге әкелген соққыларды дәл осы Ангелина жасаған. Кіші қызы Марияның қолында балға болды. Ол әкесінің басы мен денесінен балғамен ұрған. Үлкен қызы Кристинаның қолында бұрыш балоны болды. Ол әкесінің көзіне бұрыш балонын шашып, оның қарсылық көрсетуіне кедергі жасауды жоспарлаған. Сонымен қыздар бөлмеге кіріп, Ангелина мен Мария бірден соққыға бере бастайды. Кристина бұрыш балонын пайдаланады. Михаил Хачатурян оянып кетіп, қарсылық көрсетуге тырысады. Ол креслодан тұрып, қыздардан қашып, подъезге шығып, лифт алдындағы алаңға дейін жетеді. Алайда Ангелина келіп, жүрек тұсына пышақ пен соңғы өлімге әкелетін соққыны жасайды. Михаил Хачатурян көп қан жоғалтып, сол жерде құлайды. Оқиғадан кейін қыздардың өздері полиция мен жедел жәрдем шақырған. Қыздар қамауға алынып, оларға алдын ала келісілген топтық кісі өлтіру деген айып тағылды. Бұл бап бойынша олар 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді. Олардың алғаш айтқан сөздері: "Бізде басқа таңдау болмады." Ол бізді өлтіретін еді деген. Оқиға болғаннан кейін 3 қызда бірден Мәскеудегі Печатники әйелдер түрмесі болып саналатын СИЗОға қамалды. Олар ол жерде шамамен 2 ай отырды. Бұл уақыт ішінде қыздар бір-бірінен бөлек камераларда ұсталды және оларға бір-бірімен сөйлесуге қатаң тыйым салынды. Алайда Ресейде және халықаралық деңгейде біз апалы-сіңлі Хачатуряндармыз деген ұранмен үлкен қолдау науқаны басталды. Мыңдаған адам көшеге шығып, бұл кісі өлтіру емес, бұл өз-өзіңді қорғау, қыздардың кінәсі жоқ, оларды босатыңдар деп талап қойды. Қорғаушылардың күш салуымен және қоғамның үлкен қолдауымен сот оларды 2018 жылдың қыркүйегінде СИЗОдан босатты. Оларға түрме емес, белгілі бір әрекеттерге тыйым салу деген шара қолданылды. Бұл үй қамағына ұқсас, бірақ сәл жеңілдеу. Қыздар түрмеден шығып, 3 бөлек пәтерге орналастырылды. Оларға бір-бірімен, куәлермен және журналистермен сөйлесуге тыйым салынды. Интернет пен телефонды пайдалануға шектеу қойылды. Тергеу барысында Михаил Хачатурянның телефондары мен үйіндегі бейне бақылау камералары тексерілді. Ол жерден табылған видеолар мен аудиожазбалар тергеушілерді де шошытты. Михаилдың қыздарды балағаттап, иттің дауысын салып үруге мәжбүрлегені, оларды аяусыз ұрып соққан сәттері, қыздардың бір-біріне жазған хаттарындағы қорқыныштары мен жылағандары, басқа да сұмдық дүниелер табылған. Заң тұрғысынан бұл алдын ала сөз байласу арқылы жасалған адам өлтіру деп сипатталды, яғни үшеуі де қатысушы болып есептелді. Бірақ Ангелина ең ауыр жарақаттарды салған адам ретінде қарастырылды. Марияны сараптама сол сәтте есі дұрыс емес деп тапты. Өйткені ол жылдар бойғы азаптаудан кейін өз әрекеттеріне есеп бере алмайтын күйде болған. Кристинаның адвокаттары Кристинаны тек бұрыш балонын қолданғанын және оның соққылары өлімге әкелмегенін алға тартып, оның рөлін жеңілдетуге тырысқан. Қылмыс жасалғаннан кейін 8 жыл өтсе де сот тергеуі әлі күнге дейін толық аяқталған жоқ. Себебі ковид, соғыс, Михаилдың туыстары. Михаилдың қарындастары мен жиендері бүгінгі күнге дейін Михаилды жақтап, соттан қыздарға ең ауыр жаза беруін талап етіп келеді. Олар қыздарды байлық үшін әкесін өлтірді. Қыздар еркін өмір сүргісі келді. Олар ешқандай
зорлық зомбылық көрген жоқ деп айыптады. Михаилдың жиені Арсен Хачатурян Михаилды қамқор әке етіп көрсетуге тырысып, қыздардың зорлық зомбылық туралы айтқандарын өтірік деп жоққа шығарды. Оқиғадан кейін Михаилдың туыстары пәтердің кілтін ауыстырып, қыздардың анасына олардың жеке заттарын алуға мүмкіндік бермеген. Олардың позициясы қыздардың сот алдындағы ісін одан сайын қиындата түсті. Хачатурянның туыстары соттаған емес, қоғам алдында да қыздарды қатыгез қылмыскер етіп көрсетуге көп күш жұмсады. Бұл әрекеттер қыздардың психологиялық жағдайын одан сайын ауырлатқаны тергеуге де айтылды. Сотта Михаил Хачатурянның ұлы Сергей: «Әкем бізді адам емес, өз меншігі сияқты көретін. Бала кезімнен оның үйге келген дыбысын естігенде денем түршігіп кететін» деген. Сергей өзін үйден қуып жібергені үшін емес, қарындастарын сол тозақта қалдырып кеткені үшін ұзақ уақыт кінәлап келгенін жасырмады. Сот кезінде Сергей қарындастарын жақтап, әкесінің үйде нағыз тиран болғанын, тіпті бала кезінде өзінде аяусыз жазалағанын растады. Аурелия сотта Михаилдың туыстарымен бірнеше рет бетпе-бет келді. Михаилдың туыстары оны жаман ана, жезөкше деп айыптағанда да ол сабыр сақтауға тырысты. Ол әрбір сот отырысына қатысып, қыздарына қолдау көрсетіп отырды. Сонымен ұзақ тергеу нәтижесінде істе алға жылжу болды. 2024 жылы Ресейдің тергеу комитеті Михаил Хачатурянға ресми түрде өліп қалса да, қыздарына қатысты жыныстық сипаттағы зорлық зомбылық әрекеттер жасаған, ұзақ уақыт бойы азаптаған, порнографиялық материалдарды таратқан деген айып тақты. Бұл шешім қыздардың қорғаныс позициясын нығайтты. Өйткені бұл олардың әрекеті қажетті қорғаныс болғанын растайтын басты аргументке айналды. Тергеу аяқталып, Михаил Хачатурян ресми түрде қылмыскер деп танылған соң, қыздардың мойнындағы шектеулер алынып, көп жылдық айырылысудан кейін қыздар аналарымен қауышты. Анасы Аурелия үш қыздың басын қосып, олар үшін басты қорғанға айналды. Олар қанды оқиға болған Алтуфьев тас жолындағы пәтерде емес, жалдамалы пәтерде тұрып жатыр. Ағасы Сергей де қазір отбасымен тығыз байланыста, және ол қарындастарын үнемі қолдап отыр. Бүгінгі таңда қыздардың үлкені Кристина бәрінен бұрын тыныштықты аңсайды. Ол оқуын жалғастырып, мүмкіндігінше көпшілікке көрінбеуге тырысады. Ортаншы қыз Ангелина қоғамдық жұмыстарда белсендірек. Ол тұрмыстық зорлық зомбылық құрбандарына көмектесетін қорлармен байланыс орнатып, өз тәжірибесімен бөлісіп тұрады. Кіші қыз Марияның басты назары денсаулығында. Сот шешімімен тағайындалған психологиялық оңалтудан өтіп, қалыпты өмірге бейімделуде. Қыздармен кәсіби психологтар жұмыс істеп жатыр. Олардың әрқайсысы қазір өз өмірін жаңадан құруға тырысуда. Қазір олар бостандықта болғанымен, сол тозақтың ішінен жарыққа қарай ұмтылып шыға алады ма? Толыққанды алаңсыз өмір сүре алады ма? Ол жағын уақыт көрсетеді.